сәлеметсіздер ме баршаңызға? Бүгін осындай гречка мен тауықтың төс етінен котлет жасадық. Қазір алда бәрін көресіздер. Гарнирі мен котлеті 2 в 1 және салат. Жарты килограмм тауықтың төс еті. 1 кесе гречка пісіріп қойдық. 2 кесе сумен. И уақыттап туралған жуа чеснок. Тұз саламыз. И перец. 1 жұмыртқа. Перец сразу неге кетті. 1 қасықтай крахмал қосып береміз, чтобы котлетіміз ажырамас үшін. Кукурузный крахмал. Так, все. Қолымызды сулап аламыз да. Осындай домалақ котлет жасайық деп тұрмыз. Қазір сухарикке аунатып қуырып аламыз. Так, үлкен 12 котлет шықты, е? Жаңағы жарты килограмм ет, 1 кесе гречкадан деймін, андай кішкентай біздің ботақанға. Как будто еттен жасалған сияқты. Панировочный сухарикке айналдырып алдық. Бұлай. Пісіреді екен тоны, кетіп барсын. Дегенмен де ажырамай котлет қойыпты. Бірге қуыра береміз екеуін. Ничего страшного. Жақсылап қуырып аламыз. 1 қасықтай ұн саламыз. Осыны жақсылап езіп аламыз да. Зажаркасына құямыз. И осының үстіне мынандай жарты қасықтай томат саламыз. Құямыз. Котлетке төгілетіне құямыз. Тұзын саламыз, перецін саламыз. Науымызды құямыз. Қазір осыған тұзын салам. Астын басып, 20 минут пісіреміз котлетті.
негізі духовкада да пісірсе болады. Осы нені сала салшы духовкаға. Ол асын басып бір 15-20 минут пісіреміз. И все. Қазір котлетімізге салат жасаймыз. Бір морковь, бір редька, кішкене капуста, бір чеснок. Бәрін теркадан өткіземіз. Чеснок. Все. Тұз саламыз да. Тұз сап мыжып-мыжып сковородқа 1 минут қана қуырып аламыз. Болды. Қазір үстінен кішкене жарты минуттан кейін капустасын саламыз. Салат дайын. Тұзын, перецін по вкусу сала керек. Біріміз от өшіп пістадық. Енді капустасын сала саламыз. Перец, тұз, жаңағы не керек? Кім не қалайды, соны сала береді ішіне. Араластырып қоямыз салатымыз. Дайын. Котлетіміз пісті. Мындай суымен керемет, ешқандай езілмей, мынандай әдемі котлет болып шықты. Салат. Міне салатымыз да дайын. Кішкене ашытылау қылып жасадық, ашық перецпен. Так, міне котлетіміз дайын болды. Гречкамен, тауықтың төс етінен 2 в 1 ғой, гарнирде екеуі бірге мынандай. Жұмсақ мынандай керемет міне. Котлетіміз пісіп дайын болды. Ішінде тауықтың ет иісі енді керемет. Мынандай салат жасадық. Өте дәмді.